инфекционная больница. Дан біздің алдымызда 40 адам сыртына шығып кеткен ғой. Мына бір какой-то вирус балалар алып. Көпшілік балалар жиі ауырып жатыр. Көбінің іші өтіп жатыр, сонымен қатар жоғары температура болады және жөтел мазалайды. Ол көбіне біздерде энтеровирусты инфекциялардан болады. Энтеровирусты инфекцияларды қалай емдейміз? Энтеровирусты инфекцияларды антибиотикпен емдемейміз. Антибиотик ешқашан вирусқа көмектеспейді. Энтеровирусты инфекцияны біздер симптоматикалық ем жүргіземіз. Яғни симптоматикалық дегеніміз қай жері ауырып жатыр, соған байланысты ем береміз. Ең бірінші шөту болған кезде балада обезвоживание болмау керек. Яғни сусыздану процесі болдырмау үшін оған көбірек регидрон береміз. Инфекциядан кейін зиянды заттарды шығару үшін энтерес гельдерді берсек болады. Сонымен қатар баланың тамағы қызарып тұратын болса, онда ауыз қуысын кемінде күніне 10-15 ретке дейін шаю керек, егер бала үлкендеу ауыз қуысын шай алатын болса. Және тамағы қызарып тұрса, Танфлекс спрейін себе аласыз. Мұрындарын аквамариспен өңдесеңіздер болады. Тек сумен өңдейтін болсаңыз, мұрынның мына жеріне дейін келеді. Ал аквамариспен өңдейтін болсаңыз, мұрынның мына үстіңгі жағындағы инфекцияларға дейін жетіп, жақсы ем-дом болады. Немесе физрастворды алып, шприцке алып, ағынды сумен, яғни физраствор арқылы да мұрын қуыстарын өңдей аласыздар. Және шырышты қабаттарын жақсарту үшін витамин А препаратын берсеңіздер болады. Көбірек су бересіздер және лимонды су бересіздер. Бала қатты көп бір тойуға болмайды. Энтеровирусты инфекция кезінде қатты тойып тамақ жейтін болса, ол керісінше зиян болуы мүмкін. Дәл осындай пайдалы ақпараттар үшін Наурызбек каналына тіркеліп кетуді де ұмытпаңыздар.